бір қалыпта ұстаудың ең қарапайым жолы. Спорттың кейбір түрлері адамға кері әсерін тигізіп жатады. Ал жаяу жүрудің пайдасы болмаса, еш зияны жоқ. Сондықтан да дәл қазір адам денсаулығына жаяу жүрудің қандай пайдалары бар екенін толығырақ айтатын боламыз. Әдеттегідей сіздермен бірге мен Қазына Әбдіғаппар, арнамыздан алыстамаңыздар. Далаға шықсақ, үнемі әр жаққа асығып кетіп бара жатқан жандарды көреміз. Бірі жұмысқа, ал енді бірі сабаққа. Бәрі автобусқа немесе таксиге қарай жүгіреді. Алайда қарапайым жаяу жүрудің өзі адам денсаулығына пайдалы екенін кейінгі кездері ұмытып жатамыз. Күнделікті 2 километрлік серуен 300 калға дейін жоя алады. Айдарымыздың кейіпкері салауатты өмір салтын ұстанатын азамат. Өзімізді әдемі қалыпта ұстау үшін жаяу жүруге күн сайын 1 сағаттан кем емес уақыт бөлген абзал дейді халықаралық журналистер одағының мүшесі әрі актер Әлібек Шантеміров. Адамның ең басты құндылығы ол денсаулығы. Сондықтан енді күнделікті тіршілік дейміз, күйбең тіршілік жұмыс дейміз, соның арасында өзіміздің жеке денсаулығымызға бір көңіл бөлуді ұмытып кететін жағдайлар болады. Демек, былайша айтқан кезде жаяу жүрудің пайдасы және ерекшелігі, былайша айтқан кезде адамның жүрек қан тамырларының үнемі қызметте болуын, үнемі жұмыс жасап, соның шынығуына, бүкіл ағзаңыздағы, яғни қандардың жүруіне былайша айтқан кезде үлкен бір септігін тигізеді. Жаяу жүрудің арқасында қандағы қант мөлшерін реттеуге болады. Сондай-ақ таза ауада серуендеу адамның көңіл күйін көтереді. Америкалық психолог Роберт Тайер 10 минут жаяу жүрсеңіз, 2 сағат көңіл күй көтеріңкі жүреді дейді. Күніне уақытымыз болып жатса, уақыт тауып арнайы жүріп тұрғанымыз негізі өзіміздің денсаулығымыз үшін пайдалы дегім келеді. Көлікте, кептелісте көңілің түсіп, мұңайып отыра бергенше, қолыңа сөмкеңді алып, жаяу жүріп жұмысқа барған меніңше пайдалы сияқты, әрі жұмысқа уақытында жетесің. Аптасына 3 рет 40 минуттан жаяу жүретін жандардың есте сақтау қабілеті 2%-ға жақсарады екен. Жаяу жүру зат алмасу процесін жақсартып, иммунитетіңізді көтереді. Тегін әрі пайдалы денсаулық сақтаудың кепілі жаяу жүру үшін тек ыңғайлы аяқ киім мен ынта болса болғаны. Тек биік өкшемен ұзақ серуендеу зиян екенін ұмытпаңыз. Күнделікті таза ауада серуендеу стресстердің алдын алудың керемет жолы болып табылады. Жаяу жүруді сондай-ақ жүгіруге ұластырсаңыз, нұр үстіне нұр. Жүгіру ол былайша айтқан кезде бір спорттардың сырттаны ғой, серісі, ең ішіндегі бір тамаша спорттардың бірі. Себебі жүгірумен кез келген адам енді Аллаға шүкір жүре алатын 12 мүшесі сау азаматтар, енді одан бері сырқат азаматтар да жүгірумен айналыса алады, әрине дәрігердің нұсқауымен. Тек ол үшін арнайы уақыт бөліп үнемі жүгіруді әдетке айналдырған жөн. Жаяу жүру және жүгіру арқылы артық салмақтан да арылуға болады. Жүгірумен тұрақты айналысатын кейіпкеріміз ең тиімді уақыт таңғы кезең дейді. Себебі таңертең сіздің әр күніңіздің басталуы, әр күнге жоспар қоясыз, бүкіл күнге сіздің көңіл күйіңіздің қандай болуы, таңертеңде қалай тұрасыз, қалай өткізесіз, соған байланысты болып табылады. Таңертең тұрдың, жаттығуын жасадың, бүкіл күн бойы сенде таңертеңгі жүгірістің жаңағы ұшқыны, энергиясы байқалып тұрады. Шаршамайсың да оның үстіне. Мейлінше басқа азаматтарға да жүгіріп, өзінің салауатты өмір салтын сақтап, былайша айтқан кезде уақыт тауып, соны бір арасында жүгіріп тұруға кеңес беремін. Жалпы өз басым жүгіріп жүрген адам ретінде, одан кейін жалпы қазақтың жастарына бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті болған ол өте міндетті. Сондықтан өзім бір жағынан соны қолдай отыра, бір жағынан өзім денсаулығымды қолдай отыра жүгірген тиімді деп ойлаймын негізі. Осылайша ауыр жаттығуларсыз сүйікті қалаңыздың көшелерін аралай отырып, артық салмақпен де қош айтыса аласыз. Ендеше ерінбеңіздер. Денсаулық зор байлық. Қазына Әбдіғаппар, Роман Ван, Жаңа күн.